Жаңа тренд шегеде тұру, оның шынымен пайдасы бар ма? Қарбалас заманауи өмірде медитация жасауды үйреніп жүрген немесе йогаға барып жүрген адамдар көп. Сондай-ақ көпшілік босаңсуға және де энергиясын қалпына келтіруге көмектесетін тәжірибелерге көбірек мән беруде. Солардың бірі садху тақтайына немесе шегеде тұру. Шегеде тұру жалпы Үндістаннан келген. Садху сөзі әулие адам деп аударылады, ал садху тақтайы ағаш тақтайға шегелерді ұштарын жоғары қаратып қағып қойғандай көрінеді. Бұл тақтайға тұруға да, отыруға да және де жатуға да болады екен. Ол қалай жұмыс істейді? Садху тақтасының жұмысы қарапайым физикаға негізделген. Шегелер бір-біріне жақын орналасқан кезде дене салмағы біркелкі бөлінеді. Сондықтан әр шегеге түскен қысым аса білінбейді екен. Осылайша шегелер табанды теспейді және теріні зақымдамайды. Мұндай тақтайға тұрғанда бастапқы кезде жағымсыз болуы мүмкін, бірақ ол қатты ауыртпайды. Егер қауіпсіздік ережесін сақтайтын болсаңыз және бұл тәжірибені жүйелі түрде орындасаңыз, уақыт өте жағымсыз сезімге де үйреніп кетеді екенсіз. Жалпы шегеге тұру ол не үшін керек? Біздің табанымызда шамамен 70 000 жүйке ұштары орналасқаны белгілі. Оларды ынталандыру арқылы ағзаға физикалық та, энергиялық та деңгейде әсер етуге болады. Шегеге тұрудың пайдасы. Шегеге тұру ағзадағы сауықтырушы, тазартушы және де қалыпқа келтіруші процестерді іске қосады. Шегеде тұру адамның ішкі энергиясын белсендендіреді, сергектік және күш келуін сезуге көмектеседі. Бұл тәжірибе артериялық қысымды ретке келтіруге, бұлшеттерді босаңсытуға және денедегі қысылуларды келтіруге көмектеседі. Шегеде аз уақыт тұрудың өзі қайта ретке келуге, жұмыс процесіне, жаңа күшпен келу үшін уайымнан бірнеше минутқа арылуға көмектеседі. Бұл техника эмоционалды жағдайға жағымды әсер етеді, күйзелістен арылтады, мазасыздықтан күресуге көмектеседі және көңіл-күйді көтереді екен. Сондай-ақ ол қорқыныш пен жағымсыз эмоциялармен күресуге көмектеседі. Ол шыдамдылыққа үйретеді екен. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.